саламатсыздар ма? Сіздермен бірге мен Жансая. Менің каналыма тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Жапонияның жері өте кішкентай, бірақ халқы өте көп. Халқының көптігіне қарамастан, әлемдегі ең таза елдің қатарына кіреді. Білесіз бе? Егер елдер арасында тазалықтың әлем чемпионаты өтсе, алтын жүлдені Жапония елі алуы әбден мүмкін. Тазалықтан әлемді таң қалдырған мына оқиғаны барлығы біледі. 2022 жылы Катардағы әлем кубогында жапон фанаттары әрбір ойыннан кейін отырған орнынан тазалап қоқыстарын алып кеткен. Жапондықтар өте тазайын халық. Олар артынан жаман сөз ергенін қаламайды. Сондықтан отырған орындарын жинап кетеді деседі. Жапондықтарға бала кезден, яғни балабақшадан бастап тазалықты үйретеді екен. Білесіз бе? Жапондықтар айналаңа зиянның тимесін деген ұстаныммен өмір сүреді. Мектептегі оқушылар да тазалыққа ат салысып жүреді екен. Қазірдің өзінде Жапонияда қоқысты мән беріп жинайды. Мысалы, шыны қоқыс бөлек, қағаз, пластик, темір қоқыстарды бөлек жинайды. Және қоқысқа лақтыра алдында барлығын жуып тазалап жинап лақтырады. Әрі қарай оларды қайта өңдеуге алып кетеді. Жапония елі қоқысты қайта өңдеуге бірінші орын алатынын білесіз бе? Осындай қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліңіздер.